Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бисмиллах деп әңгімемізді бастамас бұрын барша қазақстандықтарды Рамазан айымен құттықтаймын. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Қасиетті Рамазан айында барлық тілеген дұға тілектеріңізді Аллам қабыл етсін. Мені жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Жанар бір үйдің жалғыз қызы, әке-шешесінің 4 ағасының еркесі. Әбден еркелегені соншама өзінің айтқанын болдырмай қоймайтын. Жағдайлары да жоғары деңгейде. Жаңадан бір зат шықса, ауылда ең алғашқы болып Жанар иемденетін. Іштарлығы сонша, кейде заттарын өз анасынан да қызғанатын. Бір емес 4 жеңгесі осы қыздың кесірінен ер азаматтарынан жиі сөгіс естуші еді. Ағаларының бұл әрекетіне қуанбаса, мұңайып өкінген емес. 4 жеңгенің басы қосыла қалса, қайын сіңілдерін даттай бастаушы еді. Алла елшісі оған Алланың игілігінен сәлемі болсын. Былай деді: шын мәнінде адам еш мән берместен сондай бір сөз айтуы мүмкін, бірақ сол сөздің кесірінен тозаққа 70 жыл құлайды. Бұл әрекеттерімен өздерін тозаққа итермелеп жатқанын қайдан білсін? Ең өкініштісі, 4 жеңгенің бірінің де діннен хабары жоқ, иманы әлсіз, қызға басу айтып ақылға шақыра алмайтыны. Бір жағынан әке-шеше берген тәрбиені сырттан келген ол байқұстар жөнге сала алушы ме еді? Сау басымызға сақина тілеп алмайық деп, олар өз шаруасын істеп жүре беретін. Жанар шын өмірдің мәнін өзі ұғына алмайтын, санасы мәңгүрт, не арманы, не мақсаты жоқ жанның бірі болып қала берді. Өзгелердің өзінен асқанын қаламайтын, тек менде ғана болса, мен ғана алдында болсам дейтін қыз, өмірдің жастық шақтағы қызықтарын қолдан жіберіп алды. 20-дан асса да шынайы дос, құрбысы жоқ, жанашыр жаны жоқ, жанындағының бәрі ақша үшін бетіне мақтап, артынан даттап жүрген 200-ді адамдар. Жоғары оқу орнында Жанардың жан емес тән сұлулығына есі кеткен жігіттерді санайтын болса, кез келген жанның есептен жаңылысып қалары хақ. Хас сұлуы бойжеткен болса, мұрнын көкке көтеріп, өзін қол жетпес айдай сезінетін. Дәмханада тамақтанып отырған құрбылардың арасында қызу әңгіме бастау алды. Бүгін Олжасты көрдіңдер ме? Бүгін күндегіден де ерекше сымбатты болып кетіпті. Я, қарай бергін келеді ғой шіркін. Осы күнге дейін бір қызға қарамағанына таң қаламын. Осы текті әңгімелер жалғасын таба берді. Бұл әңгімелер Жанарға жақпай жатқаны қас қабағынан ақ көрініп тұрған болатын. Жетер енді, не болды сонша ауыздарыңның сөлі ағып? Осыған дейін ешбір қыз қарата алмаса, мен қаратамын. Көресіңдер, сол жігітті уысыма түсірмесем, атым өшсін. Жанар ашулана орнынан тұрып кетті. Таң қалатын несі бар? Оның ұстанымы сол емес пе? Ел қызыққан, өзгелер қол жеткізе алмаған дүние тек Жанардың меншігі болуы керек. Бір беткей, өр көкірек қыз дегеннен қайтсын ба? Әйтеуір амалын тауып, Олжасқа бір қадам жақындады. Алғашында тек өзгелерге көрдіңдер ме? Ешкім мойын бұрмаған жігітті өзіме қараттым, деп мақтанбақ болған ару, махаббаттың құрығына түскенін өзі де байқамай қалды. Көп қыздар оны көре алмай, шашын жұлуға дайын еді. Таласпаса қайтсын, Олжас тек жүзі ғана емес, жаны да сұлу, жүрегінде иманы бар, ақылына көркі сай жігіттің сұлтаны болатын. Олжас арудың өзіне ғашық екенін біле тұра, оған шындықты айта алмай, бір шама уақыт қиналды. Қыздың сезімі күшейіп, бұл мәселені шешуге бел буып, сөз бастады. Жанар, менің саған көптен бері айта алмай жүрген әңгімем бар. Айта бер, сені тыңдап тұрмын. Сен мені соңына дейін асықпай, түсіністікпен тыңдашы. Мен не айтсам да сен үшін айтқалы отырмын. Олжас, көп созбай айтсаңшы. Білесің бе, қалай бастасам екен? Сенің маған сезімің бар екенін байқап жүрмін. Бірақ мен саған тек қарындасым ретінде ғана көңіл бөлемін. Сүйікті пайғамбарымыз, қыз балаларды қор қылмаңдар деген. Қор қылу дінді білмеуден туындайды. Әйелдерді, қыздарды қадірлемейтіндер мұсылмандықты білмейтін надандар. Дінін білетін мұсылман
қыз балаларын және әйелін лайықты түрде қадірлейді. Қыз баласын кемсітпеу, аялау, құрметтеу, мейірім төгіп жақсы көру асыл пайғамбарымыздың сүннеттерінен. Біле білсең, намаз Алла мен құл арасындағы ең мықты, ең көркем байланыс. Соны біле тұра, саған қиянат жасап, сезіміңді аяқ асты ете алмаймын. Махаббаттың ең жоғарғы дәрежесі жаратушы Аллаға және оның соңғы елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымызға деген махаббат. Екеуміздің арамыз жер мен көктей. Сен өте өзімшіл, кекшіл, иманы әлсіз жансың. Сен өзіңді бақытты санайсың, бірақ шын мәнінде бақыттың неде екенін білмейсің. Исламда мейірбандық, жақсылық және қоршаған ортамен жақсы қарым-қатынаста болу жоғары бағаланады, ал қарым-қатынаста достық ерекше орынға ие. Ал енді өзің айтшы, сені шын қадірлейтін, сыйлайтын досың бар ма? Жоқ. Мына жаныңда жүргеннің бірі де саған қияметте серік бола алмайды. Мен сені бұл күйіңде қабылдай алмаймын. Мен тек өзімнің болашақ жарым ретінде елестете алатын жанның ғана қолынан ұстағым келеді. Сондықтан саған айтарым, маған деген сезімің шынайы болса, өзіңе және бүкіл жаратылысқа мейіріммен қара. Сонда Алла тағала саған аяушылық білдіреді дегендей, өзіңді және өзгелерді сыйлап, өзгеруге тырысып көр. Мүмкін сонда саған көңілім ауар. Әзірше қош бол. Олжас айтарын айтып, орнынан тұрып кеткелі жатқан. Артынан «Ей!» деген дөрекі дауыс естілді. Әрине бұл Жанар болатын. Бұрыла не айтар екен дегендей сұраулы жүзбен қарады. Олжастың сөздері көмейін тесіп, сүйектен өтіп намысына тиіп кетті ме, әйтеуір Жанардың жүзі ашу ызаға толы. Құтырған иттей қаба жөнелді. Сен өзіңді кіммін деп ойлайсың? Сезім дейді ғой, қайдағы сезім? Мені өзіңе ғашық дейсің бе? Күлкімді келтірмеші. Мен бар болғаны, мына дүниеде Жанардың қолы жетпес заттың жоқ екенін өзгелерге дәлелдеп көрсеткім келді. Және көрсете де алдым. Ақымақ, досың жоқ дейсің бе? Менімен дос болуға кезекке тұрған адам қаншама екенін білесің бе? Дос деген сөз тілге жеңіл болғанмен, мағынасы қаншалықты терең екенін білмейсің ау. Ең жақсы дос, Аллаху тағаланы еске алған кезіңде көмектесетін, ұмытқан кезіңде есіңе түсіретін адам. Ең жақсы дос, сөздері ілімдеріңді арттыратын, амалы ақиретте еске түсіретін адам. Достықтың екі түрі болады. Бірі адал достық, екіншісі амал достық. Амал дос уақытша, жеке мүддесі үшін белгілі уақыт қана дос болып көрінетін адам. Абай атамыз айтқандай, жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт алса іздеп таба алмайсың. Міне сенің достарың амал достар. Басыңа іс түскенде бірін де таба алмайсың. Олар сенің мінезіңе неге көніп жүр деп ойлайсың? Себебі сен өз қажеттеріне пайдалану үшін қымбат киімсіз, алтын әшекейсіз, астыңдағы көлігің, қалтаңда ақшаң болмаса, оларға ешкімде емессің. Бұл сөздер қыздың шамына тиіп, одан әрі ашуландыра түсті. Сен мені көре алмай тұрсың ба? Я, менде бәрі бар. Тіпті еркек басыңмен сенде жоқ көлік менде бар. Сол үшін осылай оттап тұрсың. Қазір кез келген құрбымды шақырып бір өтініш айтсам, жүгіре орындайды. Олар мен үшін жанын да беруге дайын. Өзіңде дым жоқ болған соң, ішің күйіп тұрма? Олар сені сыйлағаннан емес, сенен қорыққаннан солай жасайды. Адамның дәрежесін байлықпен өлшеуші болма. Мал-мүліктің шынайы иесі Аллах екендігі, адамдардың дәрежелері Аллахтың алдында тек тақуалықпен ғана өлшенетінін есіңнен шығарма. Жанар қарсыласын сөзбен жеңе алмайтынын түсінді ме? Әйтеуір жөніне кетті. Үйге қайтар жолда тек жігіттің айтқан сөздерін ойлаумен болды. Жын қаққан адамдай есікті тарсылдатып жауып, аяқ киімін бір жаққа, сырт киімін бір жаққа лақтырып, бөлмесіне қамалып, ұзақ ойланды. Сол күні үй ішіндегі жандарға дөрекі мінез көрсетіп, жеңгелерінің әрбір ісіне мін тағып,
түрткілей берді. Бұл оның әдеті емес пе? Ішін кернеп, өртеп бара жатқан ашу ызаны біреуге тиісіп шығарып алу керек емес пе? Олай етпесе жанар бола ма? Шыдамы таусылған жеңгенің бірі өз өкпесін айтамын деп жолдасынан сөгіс естіп, қалғандары аузын жауып қала берді. Түні бойы көзіле алмады. Жігіттің сөздеріне ерексіп, ертеңіне бұрынғысынан да сұлуланып, ағасының өзінікінен де екесе қымбат су жаңа көлігін мініп, қалтасын қалыңдатып, оқу орнына жол тартты. Әр жерде екеу-үшеу болып жиналған шәкірттер бірі көлігіне қызығып сөз етсе, енді бірі оның көріктігін сөз етті. Бәрі оған тамсана қарап тұрды. Тек өзі күткен бір жан ол жаққа мойын бұрып қараған да жоқ. Қалтасының қалыңдығын байқаған құрбылары қызды айналшықтап мәз болып жүр. Тағы да көрдің бе дегендей жігітке мойын бұрып еді, оған көзінің қиығын салған ол жоқ. Жігіт қолындағы кітаптан бас көтере алар емес. Бірнеше рет бағын сынап, жолы болмаған ару ашулана жігіттің жанына барып, оқып отырған кітабын жұлып алды. Ей, ақмақ, айналаңа көзіңді ашып қарасаңшы. Бәрі мені сөз етуде, менің сұлулығыма тамсануда. Құрбыларым менен бір еліде ажырамайды. Кеше маған айтқан сөздеріңе өкініп, ұяттан басыңды көтере алмай отырсың ба? Мен не үшін ұялуым қажет? Сұлулық бұл дүниеде біреуді өзіне қарату үшін, мақтану үшін, және де тағы басқа бұзық ниеттерін іске асыру үшін арналмаған. Бірақ сұлулықтың бетте емес, жүректе екенін естен шығарма. Мысалға делік, көркем мінезді бір санымен белгілеп, сұлулықты нөлдеп алайық. Әлгі бірдің артында нөлді тіркесек, әжептәуір 10 деген сан шығады. Ал содан соң бірді алып тастасақ, нөлдің өзі ғана қалғанда бір мағына бар ма? Сұлулықта сол секілді ғой. Адамның иманы төмен, мінезі ауыр болса, ол қанша жерден сұлу болса да пайда жоқ. Ұқтың ба? Енді мені жөніме қалдыр. Құрметті менің тыңдармандарым, жалғасын тыңдау үшін арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Жалғасы бар.